Қазақстанның даму банкі технологиялық және қазіргі заманғы тәсілдерді пайдалана отырып, ел экономикасының шикізаттық емес секторын дамытуға бағытталған қаржы институты. Банктың көмегімен машина жасау, жаңартылатын энергетика, металлургия, мұнай-газ химиясы, көлік және логистика, байланыс және ақпарат, сондай-ақ тамақ өнеркәсібі сияқты салаларда Қазақстан экономикасы үшін маңызды жобалар іске қосылды. Қазақстанның даму банкі қаржыландырылатын жобалар Қазақстанға экономиканың ұзақ жылдар бойы табысты дамуы үшін нық іргетас қалауға мүмкіндік береді. Қазақстанның даму банкі өз клиенттеріне қарай тағы бір қадам жасайды. Біздің шарттар мен қызметтер тағы да қол жетімді бола түсті. Инвестициялық жобаларды орта және ұзақ мерзімді несиелеу. Қолданыстағы іс қызметті несиелеу. Синдикатталған қаржыландыру. Жобалық қаржыландыру. Үшінші тұлғалар үшін банктік кепілдіктер, кепілдемелер және өзге де міндеттемелер беру. Экспорттық және экспорт-алды операцияларды несиелеу. Лизингтік мәмілелерді қаржыландыру. Екінші деңгейдегі банктерге және Қазақстан Республикасының резиденті емес банктеріне банкаралық несие беру. Өтінімдерді қарау тәртібін қарастырайық. Бірінші қадам – бизнес ұсыныс беру. Бұл кезеңде банк сіздің жобаңыз банктың несие саясаты туралы меморандумда сипатталған талаптарға қаншалықты сай екенін анықтайды. Бірінші кезеңде жобаңыз бастапқы іріктеуден өтеді. Сіз бизнес ұсыныс жасайсыз. Ол үшін сауалнаманы толтырып, оны банкке ұсынасыз. Онда жобаңыз бойынша барлық ақпаратты, компанияның тарихын, оның қатысушыларының құрамын, қамтамасыз етуін, жиынтық жобалық көрсеткіштерді қысқа әрі нұсқа сипаттап бересіз. Сондай-ақ, өтініш берушінің несиелік есепті алушыға ол туралы несиелік есепті беруге келісімі мен құпиялылық және ақпаратты жарияламау туралы келісім қажет. Көріп отырғаныңыздай, бірінші кезеңде құжаттар жиынтығы аз және қарыз алушыдан ешқандай материалдық салым қажет етпейді. Қарау қорытындысы бойынша банк қаралған өтінімнің нәтижелері туралы хабарламасы бар ресми хат дайындайды. Екінші қадам – индикативтік талдау. Осы кезеңде жобаны қаржыландырудың алдын ала шарттары анықталады. Ол үшін жобаны қаржылық экономикалық, заңгерлік, экологиялық және әлеуметтік бағалауды қамтитын сараптама жүргізіледі. Енді банкке жобаңыз туралы толық ақпарат қажет. Сіз 21 бөлімнен тұратын тізім бойынша құжаттар пакетін ұсынуыңыз қажет. Олардың көпшілігі қолыңызда бар. Бұл кезеңде банк жобаңызды қаржыландыруға қатысуын шешеді. Сондықтан алдын ала шарттарды талқылау қажет. Үшінші қадам – банк сараптамасы. Осы кезеңде жобаға сараптама жүргізу үшін инжинирингтік және консалтингтік компаниялардың сарапшылары, маркетинг және сыртқы құқықтық бағалау саласындағы тәуелсіз сарапшылар қатарынан сыртқы кеңесшілер жұмылдырылады. Өтінім бермес бұрын банктың өтініш берушілерге қоятын талаптарымен танысыңыз. Қаржыландыру алу үшін әлеуетті қарыз алушылар сай болуға міндетті банктың негізгі талаптары мынадай. Біріншіден, сіздің компанияңыздың төлем қабілеттілігін растау. Екіншіден, сіздің компанияңыздың қаржылық тұрақтылығын растау. Үшіншіден, сіздің компанияңызда қарыздар немесе бюджетке төленетін төлемдер бойынша мерзімі өткен және өтелмеген берешектер болмауы тиіс.
Бұл талаптарды орындаған кезде банк жобаға жедел талдау жүргізеді. Өтініш берушіге көмек көрсету үшін банктың веб-сайтында барлық шарттардың үлгілері және өтінімді қараудың әрбір кезеңі үшін қажетті құжаттардың тізімі жарияланған. KDB.kz Қазақстанның даму банкі. Өркендеу жолы.